Алиэкспресстен қараған телефонның ішіндегі ең қуаттысы, ең арзаны осы телефон. Бұл жерде 2 сим карта сала аласыз. Бұл смартфонда енді әлеуметтік желілерді оңай сіз өзіңізге жүктеп ала аласыз. Достар, ойлаңыздар, 4500 теңгеге мынандай смартфон алу деген керемет емес пе? Сәлем достар, сіздермен керемет нұр арнасы. Керемет нұр арнасы. Бүгін біз сіздермен не істейміз? Әрине, посылка ашатын боламыз. Бүгін бізде міне Қытайда мынандай посылка келді. Тікелей бізге келген, міне Қытай оққа келген дейді. Бұның ішінде не бар дейсіздер ғой? Бұның ішінде достар, Алиэкспресс сайтынан 4000 теңге тұратын ең арзан смартфон. Өздеріңіз ойлаңыздар, 4000 теңге тұратын смартфон ашамыз қазір. Бұл смартфонның қабілеттілігін сіздермен бірге тексеретін боламыз. Міне достар, 11,5 доллар тұрады. 11,5 доллар тұрады дегеніміз сол 4000, 3000, 4000-нің көлемінде. Және де айта кететінім, видеоның соңында бұл смартфонды мен өзімнің подписчиктарымның арасында ойнататын болам. Подписчиктарымның біреуі осы ең арзан смартфонды ұтып ала алады. Және тегін жеткізілуі менің атымнан болады. Үйіне шейін жеткізіп беремін. Негізі бұның шын бағасы Алиэкспрессте ең арзан смартфон, жақсы істейтін 15 000 теңге тұрады. Мұның бағасы негізі 15 000 теңге. Қазір сіздерге видеоның аяғында бұны қалай 90% скидкамен алу керектігін айтып өтем. Яғни 11,5 долларға қалай алу керектігін сіздерге айтамын. Қазір енді сіздердің рұқсаттарыңызбен ашпастан бұрын достар, бұны мына жаққа қоя тұрайық. Антисептик сеуіп алайық қолымызға. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Бәріміз білеміз қазір әлемді жаулаған коронавирус індеті. Сондықтан тазалық сақтап жүрейік. Ал енді бастаймыз. Біздің ең арзан смартфонымызды ашайық. Ал сіздермен бірге ашатын болам. Кеттік. Ұқыпты, аккуратно ашайық достар. Жыртып алмай, әйтпесе біздің смартфонға зақым тиіп кетеді. Коробкада салып жүрген әдемі. Мен достар пышақ заказ бердім. Пока келмей жатыр Қытайда. Неге келмей жатқан? Телефон бірінші кеп қойды. Міне достар, мынандай телефон бізге жіберіпті 11,5 долларға 4-5 мыңның көлемінде. Міне 3 түсі бар екен. Алтын түсті, қызыл түсті және көк түсті 3 түсі бар екен достар. Android және 6 мегапиксель, процессоры, камерасы бар. Сосын 2 сим карталы достар, 2 сим карталы керемет. Біз бұл жерде алтын түстісін заказ бергенбіз. Енді қазір сіздермен бірге ашып көреміз. Ал міне. Ал достар, ең арзан смартфон. Оппа. Жақсы қаптаған екен. Мынау телефон. Ол телефон кішке қоя тұрайық. Мынаның астында не бар екен? Аксессуарлардан не беріп жіберген екен? Әрине питаниясын беріп жібереді. Питания деп ойлаймын. Аккуратно ашайық, өйткені біз подписчигімізге береміз ол конкурсқа. Сол үшін аккуратно ашайық. Міне зарядкалайтыны. Бұл неше миллиампер? 1 миллиампер. Жақсы зарядкалайды. Тез. Және де мынандай USB зарядтақшы бар екен. Бұны енді бізге жырту керек болады. Жоқ, жыртпай ашуға болады екен. Бәрін жыртып ашып үйреніп қалғанмен. Міне USB. Ал асты микро зарядка қазақша бұл простой Samsung-тікі. Ал мына жағы USB. Осы арқылы зарядталады. Рахмет, сал жетті. Тағы бір нәрсе жатыр. Защитный пленкасын салып жүрген екен достар. Защитный пленкасымен. Бұл нені айтады? Бұл жаңағы сатушының бізге деген жақсы көзқараспен қарауы. Міне қараңыздар. Жарайды, бұны тексердік. Және де тағы бір бонус достар. Чехолмен салып жүрген ғой достар, қараңыздар. Чехолы бар. Керемет достар, рахмет. Сатушы чехолмен салып жүрген екен. Және де тағы бір нәрсе жатыр достар. Тағы бір стекло. Бұл енді қатты. Мынау
мынау жай болса достар, мынау жай ғана, анау қатты стекло сіздің смартфоныңызды құлатып алулардан қорғайды. Бұны бұларға мен қазір тиіспеймін, жабыстыру дегендерді бұл менің подписчигім өзі ұтып алған кезде өзі істейтін болады. Сондықтан бұны біз мына жаққа қоя тұрамыз. Бұларды ең артына жинаймыз. Енді бізде достар өзіміздің керемет дегендей смартфонды ашатын боламыз. Ойлаңыздаршы өздеріңіз, мен жай ғана 4,5-5 мың теңге ма, 11,5 долларға, доллармен сөйлейік, 11,5 долларға смартфон алдым. Ал ашайық. Мына жерінен жақсы қаптаған екен. Мынаумен ол аккуратно, міндетті түрде мынаумен қаптайды. Молодец, сатушы. Енді ашамыз. Мә достар, кәдімгідей екен. Жақсы екен. Кәдімге ашқым келмей тұр ше, міне. Қараңыздар. Зарядкалайтын жері міне. Наушник тығатын жер жанында. Мына жағында динамика, микрофон. Бұның ең бір қызығы достар, зарядка алатын жері төбесінде орналасқан екен, қараңыздар. Зарядкалайтын жер төбесінде орналасқан. Және де мынау дауыс шығаратыны, азайтатыны және мынау қосатыны. Мына жерде міне қараңыздар, мынау меню, мынау меню, мынау домой артқа қарай главный экранға қайтаратыны, басты мәзірге. Ал мынау назад. Қазір сіздермен бірге қосамыз. Бұл неге қабілетті екен сіздермен бірге тексереміз. Бұл ойындарды оп-оңай көтереді деп ойлаймын, және де Instagram, басқа да желілерді оп-оңай көтереді деп ойлаймын. Қазір сіздермен бірге соны тексеретін боламыз міне достар. Енді мына жағы пластик, экранның мына жері бәрі пластик екен. Ал енді ашып көрейік. Экранын ашамыз бірінші. Міне экранын аштық. Достар, бұл жерде уже пленка салып қойған екен. Жаңағындай защитный пленка. Защитный пленкасы мен қазір алып тастаймын. Неге дейсіздер ғой? Өйткені міне защитный пленканы достар дұрыс салмаған мына жерде. Мына жерде воздух қалып қойған, міне қараңыздар. Және де мына жерде де дұрыс салмаған екен. Дұрыс салғанда шығар, бірақ жолда келу барысында может бір жерде зақым тиген шығар. Сондықтан қазір сіздермен ашып тастаймыз. Ашып бұны алып тастаймыз. Өйткені бұл біздің смартфонның экранының графикасы құртып тұр деген ғой. Сондықтан бұны біз алып тастаймыз. Өйткені бізде 2 стекло запасы бар. Қанша таққысы келсе, мынау енді бір по-любому бір 2 жылға шыдайды деп ойлаймын. Жарайды. Артын аламыз ба, алмаймыз ба? Енді алып көрейік, өйткені качествосын көрсету керек қой бізге. Біз качествосын көріп жатырмыз бұл телефонның. Мә, достар, бұл телефонның тағы бір қызықшылығы қараңыз. Көрініп тұр ма сіздерге? Қарасаңыздаршы. 5 камерасы бар. Мә, қараңыздар достар, 5 камерасы деген ол. Енді білмеймін енді. 5 камерасы не істейді? Қазір сіздермен көреміз, қайсы істейді, қайсы істемейді. Соны қазір сіздермен бірге көретін боламыз. Менің ойымша істейтін мынау ғана сияқты. Мынау істейтін, өйткені ішінде фокусы, линзасы бәрі тұр. Аларда пустой сияқты үшеуі. Ал мынау вспышка сияқты менің ойымша. Қазір сіздермен оның бәрін тексереміз. Жарайды. Енді қосып көрейік біздің телефонды. Аны басамыз. Зарядкасы отырып қалды деп ойлаймын менің. Достар, бұл смартфонды зарядкаға қоспастан бұрын бұның арты ашылады. Бұның артын ашып, бұның ең қызығы достар, арты ашылып. Қай ғасырдың телефоны дейсіз ғой. Қазіргі телефондардың арты ашылмайды, сондықтан. Достар, қараңыздар, мына жерде бүкіл подвох. Міне көрдіңіздер ма? Артқы тесігінде жаңағы основной камеранка и вспышканка ғана тұр. Значит, мына үшеуі не рабочий. Істемейді мына үшеуі. Міне осындай китайский. Қазір мына жерде пленкасын алып тастаймыз. Міне достар, бұлар мынандай батареялар, мынандай жерінде қоймаса, мынандай защитный қорғаныс пленкасын. Бұлар жолда келатып зарядканы жібереді екен. Бұны қазір бәрі біткеннен кейін қайта орнына қойып қою керек. Өйткені менің подписчигіме шейін жақсы зарядкамен бару керек, полный зарядкамен. Қазір көреміз олар қанша процент зарядкалаған.
бір тексеру үшін 50 ғана зарядка алған шығар, 30 ғана зарядка алған шығар. Қазір оны сіздермен тексереміз. Арт жауып алайық. Жоқ, арты жақсы жабылады. Қазір көреміз біз міне. О, қосылды. Welcome деген ағылшынша қош келдіңіз деген сөз. Міне, енді ашылуының өзі керемет екен. Қанша процент зарядка алғанын көре алмаймыз. Ең бастысы телефонды қосқаннан кейін, достар, өзіміздің білетін тілімізге ауыстырайық. Настройкасына кіреміз. Language деген, тіл дегенге кіреміз. Мына жерде основной тіл деген таңдаймызда, бұл жерде русский деген таңдаймыз. Қазақ тілі болмайды, өйткені бұл қазақ тілінде емес. Міне, орыс тіліне аударылды. Міне достар, 4000 теңгенің көлемінде мынандай смартфон аласыздар. Бұның енді 2600 миллиампер батарея, бір күнге сізге смело шыдап береді деген ойдамын. Және де артқы мегапикселі 13 мегапиксель, алдыңғысы шатаспасам 5 мегапиксель ғой. 5 мегапиксель болу керек. 13 деген көп шығар деп тұрған шығарсыздар сіздер. Міне қараңыздар. Әдір сіздермен бірге түсіреміз. Міне қараңыздар. Керемет деп айта алмаймын, бірақ мынандай теңгенің смартфонына бұл өте керемет. Және яркостьтің қосуға болады. Қазір Wi-Fi-ға қосылайық, сіздермен бірге ойын жазып, немесе бір әлеуметтік желі жазып оған кіріп көреміз. Және бірінші очередь достар, дауысын тексереміз. Қазір интернетке қосып алайық. Міне достар, біз кереметтей смартфонымызды Wi-Fi желісіне қостық. Енді қазір біз сіздермен Play Market'тан не скачать етеміз? YouTube скачать етеміз. Сосын барып дауысын көреміз. Қазір енді бізден регистрация сұрайтын болады. Тіркелу жағы. Ол үшін тез аяндырып өтейін, чтобы сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін. Міне достар, Play Market ашылды бізде. Енді бізге керегі YouTube. YouTube'ты бірінші скачать етіп, сосын дауысын тексеріп аламыз. Одан кейін бар бір ойын жазып, ойынмен тексеретін боламыз. Сим карта салынатын жері бұның артында, жаңағы ашқан кезде көрдік. Мен көрсетіп жіберейін, тағы да бөлек сим карта салынатын жері. Астына 1-2 сим карта салынады, бірінші екінші сим карта. Мына жерге флешка саласыз, дополнительно. Бұның өзінің памяти шатаспасам 18 или 16 гигабайтты құрайды. Және ол сізге жетпесе тағы да қосымша қосасыз. Мысалы, сіз фотоға көп түсетін болсаңыз, видеоға көп түсетін болсаңыз, қосасыз өзіңізге. Міне, YouTube жазылды. YouTube'ты ашайық. Енді іздейміз, кім деп жазамыз? Әрине, Керемет Нұр деп жазамыз. Керемет Нұр. Арнасы арқылы дауысын білетін боламыз қазір. Біздің соңғы видеомызды еще көре кетіңіздер достар. Керемет Нұр арнасына тапсырыс беруге болмайтын Алиэкспресстен шпиондық тауарларды, соларды көре кетейік. Бір күнде 25 000 адам көріпті. Дауысын қатты. Міне. Керемет заттар туралы айтпаймыз. Алиэкспресс сайтынан сатып алуға болмайтын. Анығырақ аяғына шейін көріп, бір затты ұтықшы. Бұл заттарды мен айтты. Дауысы жақсы, анық естіледі достар. Қатты деп айта алмаймын, енді барлық даусында тұр, но тыңдауға көруге болады. Енді қазір біз сіздермен музыка қосып көрейік. Хит әндер дейміз ба? Хит 2020 год дегенді қосып көрейік. Міне, достар. Міне достар, барлық дауысы
енді бұндай функция достар менің телефонымда жоқ. Бұлай қойса үлкейеді, бұлай қойса кішірейеді. Менің соткамда бұндай функция жоқ. Мен Xiaomi Mi A2 Lite менікі. Достар, енді звукын көрдік, енді сіздермен бірге қалай ойынды көтереді, процессор қалай мықты екенін тексерейік. Шынымды айтайын, мен вообще ойын ойнамаймын достар. Мен қазір қандай ойын жазып алатынымды да білмеймін. Енді бірақ менің достарымның арасында көп ойнайтын, өйткені қандай ойын жақсы екенін де білмеймін. Бәрібір бір ойын таңдай салайық. Міне, достар, мына ойынды скачать етейік. Бұл гонка ғой деймін. Сондықтан гонканы скачать еткім келіп тұр. Сіздермен бірге қазір ойнап көреміз. Міне достар, мына ойынды жазып жатырмын. Бұл ойын жақсы ма, жаман ба, білмейді екен бұны. Ойын көп ойнайтын адамдар білетін шығар. Мен жай тексеру үшін бір қолыма түскен бір ойынды жаза салдым. Енді гонка жақсы шығар енді. Сол үшін гонканы тексергім келіп тұр бірінші очередь. Мынау гонка ғой деймін. Қазір сіздермен тексереміз. Міне достар, ойын жазылды. Дауыс қатты шығып тұр, кішкене дауысын басайын достар, ренжімесеңіздер. Дауысын шығарып қоямын әрине. Мен достар, играть дегенді басайық. Мәште таңдай алады екенсің. Жабық екен. Жарайды, видео көрсін дейді бұны көру үшін. Ал бастап көрейік. До аварий. Мына жерде мына жерде категориялар таңдаймыз, қандай ойынмен ойнау керектігі. Жарайды, бастайық. Мына жерде еще қандай күн екен таңдау болады екен. Ал достар, сіздермен бірге ойнайтын боламыз. Міне достар, жай ғана мына газы бар екен. Міне достар, керемет ойын екен мынау. Өзім қызығып кеттім ғой. Достар, ойлаңыздар, 4500 теңгеге мынандай смартфон алу деген бұл керемет емес пе? Әлеуметтік желісінде көрсететін болады. Мен оған бір видео қалдыратын болам жеңімпазыма. Және де фонаригін, вспышкасын тексерейік айтпақшы. Вспышкасын тексерейік. Міне, вспышкасы. Енді қатты яркий деп айта алмаймын вспышкасы. Бірақ қараңғыда бұл енді көрінеді. Бұл смартфонда енді әлеуметтік желілерді оңай сіз өзіңізге жүктеп ала аласыз. Дауысы да керемет, камерасы да түсіріп тұр. Менің ойымша бұндай бағаға бұндай смартфон, бұл орыстар айтады ғой, дарым дейді ғой. Бұл енді керемет ондай бағада. Қараңыздар, енді алтын түстес бір жағынан. Және де өзінің қорабында келінген чехол бар достар. Қазір чехолын тексеретін боламыз. Және де чехолынан басқа бізде жаңағы көрдіңіздер, екі защитный пленкасы бар. Қазір чехолын тексеріп көрейік. Келе ма, келмей ма. Міне достар, жай ғана простой чехол, бірақ жұмыс істеу қабілетіне қаншама қорғаныс әкеледі бұл. Өйткені бұл түсіріп алудан, артын сызылудан әртүрлі қорғанысқа керемет көмектеседі. Және де мен бір зат көргім келіп отыр, отпечаток пальца бар ма бұда, жоқ па? Қазір сіздермен тексереміз. Отпечаток пальца жоқ екен достар, бірақ ол бізге маңызды емес. Бұл жерде жаңағы сурет қоюға болады, немесе код қоюға болады. Ол енді бізге қатты керек нәрсе деп айта алмаймын. Бұл жерде екі сим картасы ала аласыз. Осы телефон сіздерге, осы видео сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Және де бұл смартфонды айтасыздар ғой, қалай 90% скидкамен алдыңыздар десеңіздер, бұл ол үшін мен кэшбэкпен арқылы алдым. Мен және видеомның астында ссылка қалдырамын, кэшбэк 90%. Сол ссылка арқылы өтіп, жаңағы сайтқа регистрация жасалып, осы мынаны соткаңыз смартфон сату барысында жаңағы кэшбэк арқылы қолдансаңыз, сізге 90% скидка жасап береді. 15 мыңның соткасын сізге 4-5 мыңға алып бере алады. Қалған ақшасын сізге қайтарады. Сондықтан менде $11,5 болып тұр, бірақ бұл сонда да ең арзан телефон болып қала береді. Өйткені мен Алиэкспресстен қараған телефонның ішіндегі ең қуаттысы, ең арзаны осы телефон. Кэшбэк деген не екен білмейтіндерге, кэшбэк дегеніміз ол сіз Алиэкспресстен сатып алған затыңыздың жарты сомасын, жаңағы жарты ақшасын қайтарып ала аласыз сол кэшбэк арқылы. Сол кэшбэк деген сондай сайттар.
Және де ең соңғысы достар, мен осы телефонды өзімнің подписчиктарым, жазылушыларым арасында конкурс ойнататын боламын. Ол үшін сенде 5 шартты орындау керексіздер. 5 шарт дегенде менің каналыма жазылып қоңырауды басып, және бұл видеоға лайк басып, комментарий жазып, мен қатысамын. Және міндетті түрде достар, WhatsApp номерларыңызды немесе ВК-дағы аттарыңызды, сіздермен қалай жолуға болады, қалай сөйлесуге болатын, сіздерді қалай табуға болатын жолын мен қатысамын деп. Және де осы видеоны 5 досыңа жіберіп, 5-ші шарт жеңімпазға арналады. Бұны алғаннан кейін жеңімпаз маған видео отчетпен мен сіздің керемет нұр арнасынан мен сіздің телефоныңыз қабыл алдым деген видео отчет жіберу болды. Ал конкурсқа қатысу үшін сіз 4 шартты орындайсыз, және де оның жауабын Instagram желісінде, міне Instagram желім мына жерде, осы Instagram желім арқылы әділ өткізетін боламын. Және де AliExpress сайтындағы ең арзан смартфон. Достар, видеоны аяғына шейін көргендеріңізге рахмет, сіздерге көп алғысым шексіз. Сіздерге барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.